Башыга ассаламу алейкум. Силер менен Ықылас Аралбаев. JavaScript боюнча сабакларыбызды давам эттеребиз. Хоп. Скучно болуп кетти деп ойлоймун, енді астан-астан деп үйрөнүп бара беребиз. Бүгүнкү сабагыбызда Кудай кааласа JavaScript боюнча арифметик амеллерди иштеп көрөбүз. Яғни өткөн сабакта математический деп айттым. Ошол нерсе. Енді бу жерде W3 Schools деген сайтты аме билетін шығар деп ойлоймун. Сол сайтты өзүбүзгө план сыпатында алып аламыз. Бу жерде плюс оператору. Плюс оператору өткөндө айтканымдай, ошол let number деймиз тең let number 2 тең болот 10-га. И console log өзүбүздүн number 1 и плюс number 2 дейтин болсак, не кылады? Өзүбүзгө просто 20 кеп чыгады. Енді біз соны құрамаластырып, мысалы үшін екеуін қосымаға алып, оң сотынан плюс 20 деп қойымыз мүмкін болады. Яғни қосымаң іші бірінші істейді, как математикадағыдай. Қосымаң іші бірінші істейді, кейін оған 20 қосылады деген деуге болады. Енді алу. Мысалы үшін қосымаң ішін бірінші салып тұрып, одан 20-ны алуымыз мүмкін болады. 20 0 болады бізде. Яғни 10-ға 10-ды қосамыз, 20 болады, 20-дан 20-ны аламыз, 0 болады. Хоп, енді көбейту. Бу жерде көбейту бар. Мысалы үшін қосылманың ішінде 10-ға 10-ды көбейтейік. И шыққаннан кейін оған 20-ны қосайық. 10-ға 10-ды көбейтсең 100, и оған 20-ны қоссаң 120 болады. Енді бұлар түсінікті деп ойлаймын. Көбейту, бөлу амсындай. Енді exponentation деген нәрсе бар. Яғни бұл біздердің дәрежені есептеп береді. Яғни 10-ның, мысалы үшін бірге 4 қояқ, бірге 2 қояқ. Мысалы үшін 4-дің екінші дәрежесін кім біледі? Деп қолын көтерін деп қойсаң. Яғни 4-дің екінші дәрежесін тауу үшін number 1 2 мәрте көбейтілген дейміз. Оның ортасында пробел болмау керек. Обязательно болмау керек деп отыр. Number 2 дейміз. Сонда number 1-дің number 2-ші дәрежесін тауып береді. Яғни бұл деген value-лармен сізеді 4-дің 2-ші дәрежесін тауып береді. Енді қарайтын болсақ, 4-дің 2-ші дәрежесі 16-ға тең. Түсініп қой? Енді процент қоятын болсақ, бұл біздерге процентті есептеп бермейді. Оның өзінің формуласы бар, процентті есептейтін. Көбейтіп тұрып бөліп жіберетін. Енді процентті енді қараң. Процент белгісін не білдіреді? Бұл қалдықты. Яғни мысалы үшін мында 5 бар, енді 2 бар. 5-ті 2-ге бөлсең неше болады? Деп айтатын, 5-ті 2-ге бөлсең, бөлінбейді деп айтады баяғыда. 5-ті 2-ге бөлсең, логичный ойлап қарағанда 2,5 болады. Бірақ егерде қалдықпен бөлемен десең, ең кейінде қалдық қалады, 1 қалдық. Яғни, сақайын етіп қарайтын болсақ. Мощный 2 сан шығады. Яғни, егер 4 болғанда берден зыт болады еді, қалдық 0-ге тең болады еді. Яғни, бұл процент бізге санларды бөлген уақытындағы қалдықты әкеп береді. Түсініп қой? Бұны қайырлады істетуіміз мүмкін. Мысалы үшін, мынандай есептер болып қалуы мүмкін. Сөзден, то есть санлардың ішінен жұп санларды тауып берін дейтін болса, мысалы үшін жұп санларды 2-ге бөлген уақытымызда ешқандай қалдық шықпайды. 16-ны 2-ге бөлсең қалдық шықпайды. 8-ді 2-ге бөлсең қалдық шықпайды. Сол арқылы біз тауып алуымыз мүмкін болады. Сондай логикаларды. Енді төменге түсеміз плюс и минус, яғни инкремент и декремент. Бұл нәрселердің зат. Бұл нәрселер сәл қандай нәрсе, мысалы үшін number 2 бізге шарт емес. Number 1 деймен и плюс деймен. Консолға қараймын, менде 4 шығады. Еш нәрсе өзгерген жоқ. Бірақ төменге түсіп console.log number 1 дейтін болсам, уже маған 5 шығады. Бұл не дегені? Бұл number 1-ді бірінші консолға өзінің табиғи халын шығар, һәм өзіңнен кейінгі пайдаланушыларға, пайдаланушы дегенде консолды айтып отыр. Өзіңнен кейінгі консолға шығушылар үшін оған 1-ді қосып қой деген болады. Именно 1 бұл нәрсе. Яғни бұл нәрсе инкремент деп аталады. Инкремент болды. Енді let number 2 тең, мысалы үшін 11 екен. Енді төменге түсіп console.log
мына 1 2 минус қылатын болсақ, то есть минус минусники уже 8-ге еңістей бірнесінен зат шығады. Тап көрің. Бұл декремент. Вот. Дұрыс таптыңыз балажандар. Яғни номер 2-ге бірінші болып өзінің табиғи халы шығады. Номер 2 минус минуске һәм одан кейінгісі минус минус болып түсу үшін біздер декремент қылғанымыз үшін одан кейінгісі бір сан минус минус болып түседі. Яғни декремент болды. Инкремент һәм декремент. Енді бізде ол 2 плюс плюсті алып тұрып, оның алдына қоятын болсақ не? Кім айтылады? Вот. Санға сразу қосып жібереді. Неге? Қазіргі тұрған уақытында-ақ неге бірді қосып қояды, сөйтіп шығарады. Үш сезген істеп бұяқта ям тапсындай болады. Неге? Болды? Ешқандай қиын жер жоқ. Алдына қоятын болсаңыз, егерде алды бетіне қоятын болсаңыз, қазірдің өзінде осы санға бірді қосып береді, немесе бірді алып береді. Ал кейін бетіне қоятын болсаңыз, қазіргі моментте қазіргі жағдайдағы санды бірінші шығарады, ал кейінгі пайдаланатын уақытында бір санды қосып қояды. Түсінікті болды деп ойлаймын. Басқа ешқандай қиын жері жоқ бұл нәрсенің. Қосылмаларды алу, бөлу, теңдерді көріп шықтық. Болды. Бүгін сіздермен осылар еді, яғни видеоларымыз, JavaScript бойынша видеоларымыз кішкентай болады. Неге десең, әммесін қосып болсақ, сіздер өзіңізге керек болмаған, немесе өзіңіз білетін нәрсені көруге мәжбүр болуыңыз мүмкін болады. Өткеріп отыруыңыз керек болатын болса, соның үшін әрқайсы темаларды бөлек-бөлек деп салып барамыз, һәм ортада обязательно практикалармен болады. Сізбен бірге болған Ықылас Аралбаев. Видеоларды, сабақтарды көруде давам етің. JavaScript'ті үйренуде әрмеңізге үміт тілеп қаламын.